Сәлем баршаңызға, сіздермен Сарқыз. Бүгін біз сіздермен небәрі 3 соттан тұратын осындай өте дәмі ерекше десерт дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керегі жаңғақ клюква, 80 грамм сары май мен сгущенка керек. Каналыма тіркелі, подписаться кнопкасын басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Арнамда аптасына 3 рет жаңа рецепт, өте ерекше рецепттер шығып тұрады. Осылай майдалап турап аламыз. Маған жартысы осылай жеткілікті болды. Өте көп салудың да қажеті жоқ. Міне жартысын турап алдым. Енді қызып тұрған тапамызға бір банка сгущенкамыздың бәрін салып, біркелкі етіп, 3 минуттай араластырамыз. Осындай видеодағыдай лопаткамен араластырсаңыз, өте оңайлау болады. Және 80 грамм сары майымызды салдық. Постоянно араластырып тұрасыздар. Бір 7-8 минут араласқаннан кейін осындай қоюланып, өзі қайнайды. Сол кезде жаңғағымыз бен клюквамызды салып, 2-3 минут тағы араластырамыз. Енді пергаментімізді жайып, осылай мен видеодағыдай ұзынша етіп саламын. Кімге қалай удобно, кімде қандай ыдыс бар, соғанда салып қатырсаңыз болады. Міне осылай орап, как конфет сияқты, екі жағынан конфет сияқты орадым. Нығыздайсыз шамалы. Осылай 2 сағатқа холодильникке қойып қоясыз. 2 сағаттан кейін біздің десертіміз дайын. Қағазынан алып, қазір кесіп көрсетемін. Осындай қатты болып шығады. Түрі де ерекше, дәмі де өте ерекше, дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай. Міне біздің десертіміз дайын. Өте дәмді. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.